Армысыздар, құрметті лайыққа лайықты каналының оқырмандары. Менің есімім Нұрсұлтан Мәуденұлы. Бүгін біз жылыжайдамыз. Құрметті көрермендер, арнаға тіркеліп жазылуды ұмытпаңыздар. Ал біз өз видеомызды бастаймыз. Осы видеода біз қанша пайдаға шықтық, сол туралы айтатын боламыз. Енді құрметті оқырмандар, барлығына қызықты бұл жылыжайдан біз қанша пайда таптық деген көп сұрақтардың барлығы сондай. Кешегі соңғы видеоларда Instagram парақшамда белгілеп қойған болатынмын. Сол жерге де адамдар жазып, қанша пайда таптыңдар жуадан, жуа еккен тиімді ме деген сұрақтар қойып жатыр. Енді ең алдымен не үшін көкжуа еккенімізді айтып берейік. Көкжуа өнімі бұл біздің Ақтөбе облысына көршілес Өзбекстан мен Ресейден келетін өнім. Бұл Ресейден, Өзбекстаннан шыққан көкжуалардың біздің Ақтөбеге дейін келуі бұл ұзақ уақыт алады. Ол бүгін мысалы қиылса, бұл кемі бір 10 күнде Ақтөбеге жетеді. Бұл кезде ол өзінің качествосын құртады, түсі кетеді. Одан кейін жап-жасыл болып келу үшін де олар әрине химиялық қоспаларды қолданатын болады. Ал біздің местный теплицадан шыққан көкжуалар бұл әр кезде де балғын, дәмді, өз құнарын, өз сапасын жоғалтпаған өнім болып есептеледі. Сондықтан бұл жерде егер сатушыға Өзбекстан мен Ресейден келген жуамен біздің жуаны апаратын болсаңыз, олар әрине біздің жергілікті жерде өскен жуаларды таңдайды. Енді біздің жылыжайымызда 3 тонна көкжуа тұқымы өсіп тұр. Бізде бұл айттық сорт қазақстандық Манас сорты. Манастың өнімділігі 100-20%. Яғни 1 тоннадан 200 килограмм көкжуа деген сөз. Бізде 3 тонна, яғни 200 килограммна болғанда 600 килограмм бір еккенде алдық. Бұл 600 килограммды біз көбейтеміз. Базардағы тапсыратын орташа баға енді кейде 1500 болады, кейде 2000 болады. Орташа бағамен есептеген кезде 1800 деп есептейік. 600 килограмм 1800 теңгеге көбейтсек 1,80 мың теңге. Бұл яғни жуа тұқымын отырғызып, осы қиятын межеге дейінгі аралықта бізде 28-30-35 күн, яғни бұл температураны сақтауыңызға байланысты, осы аралықта тапқан пайдаңыз. Бір сезонында сіздер бұлай 3%, 4% қайталай аласыздар. Егер сіздер жуа еккен кезде барлық стеллажға бір уақытта, бір күнде егіп тастайтын болсаңыз, сіздер 1-600 килограмм алуға болады. Ал егер циклды, яғни осы аптада бұл қатарды, келесі аптада ана қатарды, үшінші аптада мына қатарды алатын болсаңыздар, сіздерде айналмалы түрде жуа өнімі шығып тұрады. Яғни бұл жерде әркім әртүрлі өз қабілетіне қарай еккен дұрыс деп ойлаймын. Егер сіз 600 килограмм жуаны шыққан кезде бірден сарғайтып алмай тапсыратын болсаңыз, онда сізге бұл тиімді. Ал егер сізге сату жағы қиын болатын болса, сізге яғни циклды еккен дұрыс болады. Өйткені бұл жуалардың сақталуы әрі кеткенде 10 күн. Егер 10 күннен қалып қойса, бұл жерде бұл өзінің құрамын, түсін, сапасын бәрін жоятын болады. Яғни біз бір айда 1,80 мың теңге көкжуамен пайда тапқанбыз. Бұл жер енді бұның ішінде жылу мен жарыққа кеткен ақшамыз бар. Өзіміздің жұмыс күшіміз бар. Күнделікті алып отырған тамағымыз бар. Базарға апаратын бензиніміз бар. Соның барлығын қосылған кезде 1,80 мың теңге. Енді оның ішінен шығындарын есептеп алатын болсақ, бұл где-то бір 800 мың таза пайда тапқан болармыз бір айда. Сондықтан көкжуа өнімі бұл сіздің тұрғылықты мекен жайыңызға қарай тиімді болуы мүмкін, тиімді де болмауы мүмкін. Сондықтан ең бірінші көкжуа екпестен бұрын, мына көкшөптер өнімін екпестен бұрын сіз базарларыңызға бір анализ жүргізіп алғандарыңыз дұрыс болады. Мүмкін біздер жақта 1000
жарым теңге мен 2000 теңге арасында. Сіздер жақта мүмкін бағасы 1000 теңге болар, мүмкін 3000 теңге болар, мүмкін 5000 теңге болар, әртүрлі. Мен OLX-тен қарадым, мысалы Астана жақтарда, енді Астанада білесіздер, барлығы қымбат, ол жақта жалақы да өте жоғары. Ол жақтарда жуаның килограммы 5000-6000 теңге. Мысалы, егер менің жылыжайым айына тоннаға жақын жуа шығаруға қауқарлы болатын болса, мен өзімнің көлігіме шыққан жуаларды тиеп алып Астанаға барып сататын едім. Өйткені Астана Ақтөбеге жақын, бір күн жүріп барам. Менің көлігімнің өзі Альфард, бұл 1 тонна жуаны смело тие алам. Маған Астана жақ выгодно, өйткені ол жақта баға жоғары. 1 тонна апарып 5 килограммнан сататын, 5000 теңгеден сататын болсам, 5 миллион теңге бір айда. Өте әдемі. Сондықтан егер менің оқырмандарымның арасында Астана, осы орталық Қазақстанның тұрғындары, Астанаға жақын қалалардың тұрғындары болатын болса, сіздерге өте жақсы мүмкіндік. Осылай жуа егіп Астанаға апарып сатсаңыздар, жақсы пайдаға шығасыздар.